Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге жасалуына небәрі 5-ақ минутыңыз кететін өте дәмді әрі оңай мрамор печеньесін бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге керегі 2 дана жұмыртқа. 2 дана жұмыртқаның үстінен қантты салып, екеуі біркелкі болғанша жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Маңыздысы бұл жерде қанты еру керек. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Барлығын осы венчиктің көмегімен араластырып жасай береміз. Жақсылап араластырып болған соң үстінен ертілген сармайымызды құйып, тағы да бір араластырып жібереміз. Үстінен какао қосамыз. Менде какао Рахат фирмасының какаосы. Егер какаоңыз жақсы болса, печеньенің дәмі өте жақсы болады. Сол себепті сапалы какао қолданыңыздар. Какаоны ұнмен бірге қосуға да болады, бірақ мен осы уақытта қостым, себебі какао біркелкі болғанша араластырып алсаңыздар, сосын біркелкі әдемі болып шығады. Үстінен қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель саламыз. Ұнымызды салып, қамыр илеміз. Қамыр менде шамамен 200-220 грамм қосылды. Ұнның тығыздығы әрқайсысы әртүрлі, сол себепті 220 грамм плюс-минусымен кететін болады. Осылай қамырымызды илеп болған соң, осындай әдемі болып шығады. Пакетке салып, холодильникке жарты немесе 1 сағатқа қалдырып қоясыздар. Менде 1 сағат тұрды. 1 сағаттан соң осындай қатты әдемі болып шығады. Қараңыздар, кескен кезде өз формасын әдемі ұстайды. Енді осы қамырды бөлшектерге бөліп, печеньеге ұқсап көлем береміз, яғни осылай дөңгелетіп шығасыздар. Бұл қамыры қатты болып тұрғанмен піскен соң өте жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Енді осындай печеньеларды бәрін дөңгелетіп, сахарный пудраға малып аласыздар, қант ұнтағына. Барлығын осылай біркелкі болғанша аунатып алыңыздар. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге рецептерім ең алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Міне барлық печеньеларды осылай сәндеп, сахарный пудраға малып алған соң, пештеріңізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Шамамен 25-30 минут шамасында пісіп шығады. Осылай әдемі болып мрамор печеньесі деп аталады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет, жасап көріңіздер.